Seni kimler gelip taptamadı desемші, seni kimler gelip қорлamadı. Көрмеген есігің, көрмеген азабың қалмады. Қаймана қазағым-ай, қалайша seni қара түнектен шығара аламын, қалайша seni ұйқыңнан оята аламын, қалайша seni көзі ашық көкірегі ояу ете аламын. Қаймана қазағым-ай. Мынау Криловтың мысалдары емес пе? Ішіндегі мысалдары керемет-ақ екен. Мына айна мен маймыл мысалы мағыналы мәнді мысал екен ғой. Осыны қазақшаға тәржімалап, ел назарына ұсынсам, елдің сауаттылығын арттыруға өз септігін тигізбей ме? Олай болса, осыны аударып көрейін. Айнаның дәл басына маймыл бар. Айнадан өз бейнесін көріп қалып, аюға жанындағы күліп айтты, ақырын аяғынан түртіп қалып. Бері қара, бұл кім өзі мұна періп? Бөлмеймін, қалай шықты мұна көріп, 12 мүшесінің бір оң емес. Көз салып, байқап тұрсам, әрбір жер. Мен бұған титтей ғана ұқсас болсам, ішіме пышақ соқ бөлер еді. Ол рас 5-6 бар екені ішінде. Ұсқынсыз-ақ бөлер. Мына бір бейшараның қызығатын жері де жоқ екен. Байқап тұрсам, бір ұсқынсыз, ден дұрыс адамға ұқсайды, ден дұрыс тіршілікке ұқсамайды. Мен бұндай сүйкімсіз тіршілікті өмірімде бірінші рет көру. Бұған қарағанда менің ұсқыным 10 есе артық емес пе? Маймылжан, сен асықпай қой. Маймылжан, аса төзі